Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, мәбдәл қырағат дәрістерін жалғастырамыз. 37-ші дәріс әд-дәрсус саби ва саласун. Жекеше сөздер. Бүгінде сол жаңа сөздер өте көп. Бұларды жаттау керек, жақсылап пісіру керек, басқа шегелеп қою керек, шықпайтындай қылып. Тақиятун, тақия, заррун, түймелеу, қалансуатун, бас киім, аймаматун, сәлде, жайбун, қалта, жуффун, туфли, ағла, қымбатырақ, хидаун, аяқ киім, убнатун деген жаңағы түйіншек, және де баниқатун, мына тұрған ол жаға, көйлектің жағасы деген сияқты. Убнатун асат аяққа ілінетін нені айтады екен? Жаңағы түйіншекті айтады екен. Алла біледі жақсын дұрысырағын. Зиррун түйменің өзі, заррун деген түймелеу, заррун түймелеу. Зиррун болса түйменің өзі. Имамын имам, имамын имам, бұның көпше түрі аиммату. Муаззин азаншы. Муаззинун десе бұлай, нунды қосып жіберіп бұлайна азаншылар болып кетеді. Әрқас арзанырақ. Арқас арзанырақ. Арватун. Түйме болса, арватун түйменің тесігін айтады. Түйме ілінетін тесікті. Айндама кезде. Сол кезде деген сияқты. Мысалға, айндама тақыра оқыған кезіңде деген сияқты. Фарватун тон, журмуқун плаш. Айндама әзхаб баратын кезімде, бара жатқан кезімде деген сияқты. Самаан ва тағатан екеуі бірге қолданылады. Есідік және бойсындық деген сөз ғой. Былай айтқанда қалай айтса болады? Қазақтарда қалай айтылады бұл самаан ва тағатан? Әміріңізге құлдық дей ма, жаңағы не дейді? Сол сияқты бір сөз тіркесі ғой, былай айтқанда. Естідім және бойсындым. Яғни сенің айтқап тұрғаныңды мен қазір істеймін деген сияқты ғой. Хоп болады деген сияқты ғой. Айна қалансуатука, бас киімің қайда? Қалансуатука, сенің бас киімің қайда? Айна тақиятука, сенің тақияң қайда? Хати қалансуати, менің бас киімді бер. Қандай? Қалансуатил жадидата, жаңа бас киімімді менің бер дейді. Хати жуффи, хати хуффи, жуффи деді ма бағана? Хуффун ғой. Хуффун, туфли. Хати хуффи, менің аяқ киімімді, туфлиімді бер. Айна убнати немесе я ұхти. Қарындасым, менің түйіншегім қайда, я? Убнатун. Менің түйіншегім қайда? Ибнати деп айтуға болатын жай, ибнати деп, бірақ убнатун ғой нәждегі. Илбас журму қока, ки плашыңды өзіңнің. Кә деген сенің плашыңды ки, яғни өзің плашыңды ки. Сақата зирру қамиси, менің көйлегімнің түймесі құлап қалды, түсіп қалды, яғни сақата түсіп қалды. Махмуд язурру, Махмуд түймелеп жатыр. Заррун деген түймелеп отыр ғой енді. Нәже етістігі шығып жатыр. Язурру, Махмуд язурру. Нәжеде Махмудтың орнында қыз болса, мысалға да, кез келген қыздың аты. Айша болуы мүмкін. Сол болса, нәже тазурру болатын еді. Махмуд деген екен язурру болып тұрды. Ал қыздың аты болса, тазурру болады, ол деген кезде. Махмуд язурру судратаху. Махмуд өзінің жидесін, яғни жидені орысша не дейтін еді? Жилет, жакеткісін түймелеп жатыр. Зурра қамисака, көйлегіңді түймеле.
لا تلوث لباسك أبدا. ешқашан өзіңнің киіміңді кірлетпе. ешқашан өзіңнің киіміңді кірлетпе. هذه القلنسوة أكبر من تلك. Мына бас киім үлкенірек. Min tilka, анадан. Tilka деген анау деген сөз ғой. Min болса анадан. Яғни ана тұрған бас киімнен мына тұрған бас киім үлкенірек деген сөз. Хуффука ағла мен хуффи. Сенің туфлиің қымбатырақ менің туфлиімнен. Менің туфлиімнен қымбатырақ сенің туфлиің. Тақиятука архас мен тақияти. Сенің тақияң арзанырақ менің тақиямнан. Айна тақиятука әл-жадидату. Айна тақиятука әл-жадидату. Жаңа тақияң қайда? Сенің жаңа тақияң қайда дейді. Фил бейти. Үйде дейді. Үйде. Лима ла талбасуха. Ла талбасуха. Сен кимейсің деген сөз ғой. Та деген сен, та деген сен. Талбасуха, оны кимейсің. Яғни ха деген тақиятын тақияға айтады. Қақта жаңа тақия. Бұлай істе қойық. Ха тақияға айтылып тұр. Яғни тамарута тұр ғой соңында тамарута. Сондықтан ха болып тұр. Лима не үшін ла талбасуха кимейсің. Лиманы қоспасақ не жерде? Лиманы қоспай тұрсақ, ла талбасуха сен оны кимейсің болады. Лиманы қосып жіберсек, не үшін кимейсің болады. Сызықша албасуха айндама азхабу илал мадрасати. Кием дейді. Айндама сол кезде, яғни кезде азхаб илал мадрасати. Мектепке баратын кезде. Мектепке баратын кезде кием дейді. Айндама кезде деген сөз. Кезде азхабу илал мадраса. Мектепке бара жатқан кезде кием. Немесе мектепке баратын кезде кием. Хәл ахадта мандилака я ибни. Ей менің балам. Хәл ахадта алдың ба? Нен алдың ба? Сенің өзіңнің мандилак. Мандил. Бет орамалыңды. Қол орамалыңды алдың ба дейді. Платочек дейді. Ей балам, орамалыңды алдың ба? Сылшы наам ахадтуху. Я оны алдым. Я ахадтуху. Ху оны алдым. Я алдым оны. Яғни мендил. Айна хуа. Қайда ол? Мендил айтып отыр. Қайда? Фи жайби. Менің қалтамда. Қалтамның ішінде. Илбаси қамисакил жадида я Айша. Ей Айша. Жаңа көйлегіңді ки. Илбаси деп яй отыр ғой. Өйткені Айша отыр не жерде. Ал ұл болса илбас болады да. Бірақ қыз болғанда илбаси болады. Ей Айша, жаңа көйлегіңді ки. Назхабу барамыз. Нун мәйілса барамыз болады. Назхабу илал күттаб. Бастауыш мектепке барамыз. Саман ва таатан я ухти. Ей менің әпкем құп болады дейді. Байтқан саман ва таатан құп болады. Ей әпкем дейді. Менің дегенде ей отыр не. Хадигил фарвату рахисатун. Мына тон, фарватун деген тон, мына тон рахисатун, арзан. Соңында тамыр ота келіп тұр. Фарватун дегенде соңында тамыр ота келіп тұр ғой. Сондықтан нәжде рахисатун болып айтылады да. Фарватун емес нәжде бір басқа кітап китабун болса рахисун болады да. Бірақ нәжде тамыр ота болып тұр. Сондықтан оның сипатталып жатқан арзан ба қымбат па сол сөздің өзінде де тамыр ота болады. Фарватун рахисатун, яғни фарватун рахисун деп айтпайсыз да. Рахисатун деп айтасыз. Хадигил фарвату рахисатун. Мына тон арзан. Ватилка ғалиятун. Анау тон болса қымбат дейді. Ватилка ғалиятун. Әрі қарай. Илбас аймаматака айюхал муаззин. Ей азанша өзіңнің сәлдеңді ки дейді. Илбас аймаматака. Сенің, яғни өзіңнің сәлдеңді деп. Енді біздер өзіңнің сәлдеңді деп айтпаймыз ғой. Сіздерге түсінікті болсын, кә дегенді негіз алған тұрған түсінікті болу үшін айтадым ғой, өзіңнің деп. Негізі қазақтарды сәлдең деген кезде сенің деген түсінікті болады ғой енді. Сәлдеңді ки, ей азаншы дейді.
Ары қарай айна хидаи, менің аяқ киімім. Менің аяқ киімім қайда? Біздер менің аяқ киімім деп айтпаймыз ғой. Аяқ киімім қайда дейміз. Аяқ киімім деп айтқан кезде менің деген түсінікті болады да. Мен сіздерге мына жерде яйдың неге қолданылғанын түсінікті болу үшін менің өзімнің деп әрдайым қосып отырамын да. Мына түсініксіз жері қалмасын деп барынша. Демек, аяқ киімім қайда, анашым дейді. Мына жерде менің анашым деп айтып керегі жоқ қой. Анашым десе менің деген түсінікті ғой. Келесі жолы мына жерде и дегенде, мына жерде кә деген кезде менің, сенің деп қолданбай ақ қойайық. Былай айта салайық, сәлдеңді ки, анашым деп солай айта салайық иншалла. Уже айтып уже сіздерге жатталған шығар. Да мәндиләкә фи джайбика. Бетрамалың, сенің, яғни бетрамалыңды қой қалтаңа. Кәе. Әл-аймамату, сәлде, ялбасуха, оны киеді. Ха деген себебі неге келіп тұр? Неге ху емес, неге ха келіп тұр мына жерде? Өйткені аймамату мына жерде тамарута деп. Сондықтан ха келіп тұр. Мына жерде тамарута болмағанда мына жерде ху келетін еді. Әл-аймамату ялбасуха аиматул масаджид. Мешіттердің имамдары киеді оны, яғни жаңағы сәлдені. Уәл муаддинун, сол сияқты тағы және де азаншылар. Мешіттің азаншылары мен имамдары киеді оны, яғни сәлдені. Урвату қамиси сағиратун. Менің көйлегімнің түймесінің тесігі сағиратун, өте кішкентай. Уә баниқату қамисика дайиқатун. Және де жағасы сенің көйлегіңнің жағасы баниқатун жаға, дайиқатун тар дейді. Тар. Осымен 37-ші сабақ бітті, бауырлар. Сосын айта кететін нәрсе, құрметті бауырлар, жаңағы мәбдәл қырағаттың жаңағы грамматикасын кейбір жерлерін түсінбей жатсаңыздар, оған сабыр сақтап тұрсаңыздар, бірінші томы бітіп қалды. Осы біткеннен кейін иншалла Алла қаласа грамматика сабақтарын жүйелі түрде бастаймыз. Алла Тағала сол күнге жеткізсін баршамызды. Сондықтан сәл сабыр сақтай тұрсаңыздар, осыны соңынан оқып достарыңызбен бөлісіңіздер, барынша сауапты істі ары қарай жалғастырыңыздар. Бұл тоқтап қалмасын. Қазақстанда қазақ тіліндегі дәрістердің ең бастамасы осы кітап. Алланың қалауымен бірінші бастауға енді нәсіп етті жүйелі түрде. Басқа дәрістер болды, олар 2-ші, 3-ші сабақтан, 10-ші сабақтан тоқтап қала берген. Бұл нәрсені тоқтамай бірінші соңынан бітірсек иншалла алғашқылардың бірі болып. Бауырлар, баршасын бөлісіп таратып жүріңіздер. Жақсы нәрсені таратқанның адамның өзі сауап алады. Пайғамбар хадистерінде оны айтқан көптеген. Сондықтан осы нәрселерді таратыңыздар, оқыңыздар өздеріңіз сабыр сақтап иншалла. Уа ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.